Ассалаумағалейкум ағайындар, кешшар қалайсыңдар, амансыңдар ма? Ағайындар, қазір мына 19, міне 35. Міне мынау жолдың тұрысы мынауда уже қанша уақыт болыпты жатқанда. Айтса, міне мынау бұрылыс мына жерде. Мынау 19-34. Міне. Қапталы ғой міне. Мына жерден міне біздің машиналар түскенде асты тиет, аяғы жұлынады да. Міне, қандай болып жатыр жол деген міне. Айтса айтты дейсіңдер, айтпаса айтпады дейсіңдер, қандай болып жатыр жол. Ұятта вечно осындай ғой міне. Мынаны қандай болып жатыр. Мына жерден ДТП болады. Жерге ойылып түсіп жатыр міне. Міне ойылып түсіп жатыр жерге. Міне 19-35-тің қасы міне қапталы. Міне 19-45 3 тонау. Міне жолдың бойы. Қайда қарайсыңдар? Алақандай ақтау мынау деген. Алақандай ақтау. Мына машинамыздың қадағойынан қадағой қалған жоқ қой, өз дейтін бар ғой. Машинаның қадағойынан қадағой қалмайды ғой. Мына жерге мен постоянно офисім бар. Мен адвокат ретінде емес, тұрғын ретінде айтып жатырмын да. Өзі қанша уақыт болды жатқанына жасалмайды ғой. Халықтың налогынан ақша ұсталып жатыр бюджеттен. Бір сапалы қылып жасап осы жерде бітіруге болады ғой. Сапалы қылып жасап та. Ойылмайтын қылып. Шо бір жаңбыр жауады, болды, маскасын шешіп алады ғой, қаладағы жолдардың бәрінің маскасын шешіп алады. Неге ондай түсінбеймін. Алақандай ақтау бір жасасаңдаршы, мына жасағаннан кейін сапалы қылып жасасаңдаршы. Қарайған бюджеттен ақша бөлініп жатыр жол үшін. Жасамайсыңдар, дәм болсын. Жасайсыңдар, қалай бар, солайда. Бүгін келдім, ертең кеттім деген дейді. Акимат енді сіздер осыны қарау керексіңдер ғой, жол бөлімі. Не қайда қарап отырсыңдар? Сосын ана жерден ДТП болады. Машиналар қашат бір-бірінен да, бұрылатын кезде, жолға түсетін кезде ДТП болады. Адам дене жарақатын алады, басқа болады. Машиналарымыздың қадағойы қалып болды, ана жерден бар ғой, шынын айтқанда бар ғой. Ойылып енді жерге түсіп кететін шығармыз бір күні. Бір күні мына жерде жерге түсіп кетсек, таба алмай жердің астынан тауып алатын шығарсыңыз біздерді енді бар ғой. Құрметті Маңғыстау облысының әкімшілігі, Ақтау қаласының әкімшілігі, жол бөлімі мына жерге бір қарап, жолын реттен тездетіп. Ұят қой халықтан, алақандай Ақтау. Конфет қылып қоюларыңыз болады, конфет. Жол деген қай жерге барсаң да сондай ғой. Мен өткенде Шымкентте болып келдім. Жол деген енді деген айна ғой. Действительно, ал Шымкент қайда, біздің Ақтау қайда? Мен түсінбедім ал. Сол үшін құрметті әкімшілік, мына жол бөлімі мынаны қарап, тез арада реттеп, мына ретке келтіріңізші. Мына жерден тіпті бар ғой, машина дейтін сынып болды. Бір күні соғысамыз мына жерден, адам қағамыз бір күні.